Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін біз сковородкада торт пісіретін боламыз. Дәмі өте керемет және өте оңай. Ең бірінші сүзбе саламыз және де оның үстіне шекер, 3 жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Қазақша контентті қолдап менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және де видеоларымды жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, оның үстіне ұн қосамыз және де жарты шай қасық сода қосамыз. Кәдімгі қамыр иленгенге дейін ұн қосып, қамыр илеп қоямыз. Дайын қамырды 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Тоңазытқыштан алғаннан кейін қамырды дәл видеодағыдай етіп жайып аламыз да, оны 6 бөлікке бөлеміз. Қамырларды әдемілеп зуала етіп қойып қоямыз, сосын оларды жаямыз. Қамырды сковородкаға сиятындай етіп жаямыз. Табаны майламай құрғақ күйінде қыздырып, баяу отта қамырды салып пісіріп аламыз 2 бетінен. Міне менің корждарым дайын, өте жұмсақ, әдемі шыққан. Кремі өте оңай, жай ғана 20%-дық қаймақпен шекер немесе қант ұнтағын қоссаңыздар да болады, тез ериді қант ұнтағы. Барлығы дайын болған кезде енді тортымызды құрастырамыз. Кремді мен 4-5 қасықтан құйып отырдым. Крем өте сұйық болады, бірақтан тоңазытқышқа қойып қойғаннан кейін крем әдемі болып қатады. Менің табам кішкентай болғандықтан, корждарым кішкентай болып шықты, сондықтан мен шет-шеттерін кеспедім. Сіздер егер табаларыңыз үлкен болып жатса, өздеріңіз тегіс етіп, шетін кесіп алып тастасаңыздар болады. Тортты құрастырып болған соң, сыртына крем жағып шығамыз және де дайын болған кезде тоңазытқышқа шамамен 5-6 немесе түнге қалдырған жақсы, азанға дейін жұмсақ, әдемі болып тұрады. Торттың бетін өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен бетіне жай ғана малина қойып шықтым. Міне өте оңай тортымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте керемет шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер.